айдаһарды жайратып, біз жеңіске жеткен соң, мен қаһарман атандым. Енді мен айдаһармен күресуші Ламбертпін. Бірақ эльфтер ханшайымы Лияның махаббаты мен үшін ең үлкен сый болды. Әрқайсымыз өз әлемімізге қайтсақ та, мен қуаныштымын. Себебі екеуміз бірігіп алып, айдаһардың көзін құрттық. Айдаһармен салыстырғанда алыстан араластырудың еш қиындығы жоқ. Солай емес пе? Эльфтер тағы. Қандай керемет. Бұл көйлек өзіңе қатты жарасып тұр. Мен өте қуаныштымын. Ал сен ше? Әрине, қуаныштымын. Мен бұл күнді ұзақ күттім ғой. Лия, көйлек таңдауға көмектескеніңе рахмет. Айтпақшы, Ламберт айтам. Сен... Ескертіп қояйын. Олардың келетініне аған қуана қоймас. Бірақ мен қаһармандарға қалайша келме демекпін. Олар біздің жеңіске жетуімізге көмектесті ғой. Қандай керемет. Саған алғысым шексіз, әпке. Яғни, ұлы мәртебелім. Бауырың сияқты патшалықтағы эльфтердің көпшілігі адамдарды жақтырмайды. Сондықтан оларды біздің мәдениетімізбен таныстыруыңды сұраймын. Жарайды. Ұша ғой, мұны Ламбертке жеткіз. Рас па? Сен мені мазақ етіп тұрмысың? Өзім соғып жасаған дүниеге 2 тиын ғана бересің бе? Бұл кәдімгі балта ғой. Есесіне, мұны айдаһардың көзін құртқан адам жасаған. Міне ал. Мұны Лия жіберді. Тұра тұр, бұл маған келді ғой. Бер кел. Оны маған бересің бе жоқ па? Ей, ары бар. Сізді мерекелік шараға шақырамыз. Тұра тұр, мынау қалай оқылады? Эльфтер ханшайымы мен герцогтың үйлену тойына... Не? Ламберт пен оның жақындарын шақырамыз. Мүмкін емес. Мен эльфтерге қонаққа барам. Ол жерде Лияны көрем. Жоғалтып алма. Байқа, адасып қалма, жарай ма? Ей, керемет. Лия. Дүкенді жабам. Жұмысым өте көп. Көне шайқастар болған қираған үйінділерде эльфтер аруақтарының арасында қара тас жасырынған. Мен де ұмытылған жанмын. Осыдан артық қандай ыңғайлы жағдай болмақ. Қара кристалл. Саған құрбан еттім. Менің бойымдағы эльфтер қанымен екеуміз мәңгілікке бірлесейік. Осы аңғар біздің құрбандыққа шалатын орнымыз болып, ал ұмытылған әруақтар біздің антымыздың куәсі болсын. Қара кристалл, маған өз күшіңді сыйла, көп ұзамай мен таққа отырам.
Сендерге не болды? Елес. Қару. Ей, Асқабақ, қашып құтылмайсың. Шыбын, сыртқа шақ. Тоқта дедім саған. Күшігім, мұнан ұста. Садақ, пешташ, Асқабақ бәлшін жейміз. Ей, неменеге шулап кеттің? Мен әлі керең емеспін. Не, тұра тұрыңыз. Жаңа ғана Асқабақ кейпінде елес келді. Ал мен оны пешке салып жібердім. Дәмдей шығып тұр. Жоқ болып кетті. Сақина, сен ұсталық өнерге қанша үйретсем де, сен сақина жасап Асқабақ пісіресің. Түсінбейсің бе? Сіз түсінбейсіз. Бұл жай ғана сақин емес. Ұшын тартсаң, саусағыңды кесіп аласың. Бұл қорғаныс үшін. Ал сенің жүрегіңді не қорғайды? Әліп пен адамның арасындағы махаббат оқиғасының арты жақсылыққа апармайды. Есіңде болсын. Асыра сілтемеңізші. Трагедиясыз комедия жоқ қой. Осы оқиғаның арқасында мен Лияны кездестірдім. Бәрі жақсы болады.